Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Тез арықтаудың жолы су ішу. Су тәбетті басатын әрі пайдалы әдістің бірі. Су диетасы ең жеңіл диетаның бірі. Ол тамақтану тәртібінен бас тартуды талап етпейді. Тамақтануға жарты сағат қалғанда 1 стақан су ішіңіз. Күні бойы 3-5 стақан су ішіп жүріңіз. Кешкі астан кейін 2 сағаттан соң су ішіңіз. Суды молынан іше бастаған соң артық салмақтың азайғанын байқайсыз. Алайда тым көп су ішуге болмайды. Ол тершеңдік, ісіну және бұлшық еттердің тез шаршауына әкеліп соғуы мүмкін. Тәттіден бас тартыңыз. Артық салмақтың бірден-бір себебі тәттіден басталады. Газдалған сусындарды мүлдем ішпеңіз. Газдалған сусындардың құрамында қайта-қайта шөлді арттыратын заттар бар. Ал бұл заттар денсаулықты құртып қана қоймай, артық салмақ қосуыңызға біршама үлесін қосады. Мұндайда ең пайдалысы үйдегі жемістерден өз қолыңызбен жасалған табиғи таза шырындарды ішіңіз. Егер де шынымен арықтағыңыз келсе, тәтті мен газдалған сусындардан, торттардан, жалпы тәтті атаулының барлығынан бас тартыңыз. Көбірек жеміс-жидек жеңіз. Жеміс-жидектерде көптеген дәрумендер бар. Сондықтан күніне 1-2 жеміс-жидек жесеңіз, аштық сезімінен арыласыз. Бұдан басқа жеміс-жидектерде пайдалы көмірсулар бар. Олар арықтауға еш кедергі келтірмейді. Керісінше ол зат алмасуға өте жақсы көмектеседі. Теледидарды өшіріңіз. Егер де тамақтану кезінде теледидар қарасаңыз, өз салмағыңызға 40% калорий қосатыныңызға күмәнданбаңыз. Француз диетологтарының айтуынша, бұдан басқа газет оқу, монитордың алдында отыру тамақты көп ішуге әсерін тигізеді екен. Спортпен шұғылданыңыз. Аптасына кем дегенде 3 рет спортпен айналысуыңыз қажет. Күнделікті 5 минуттық жаттығулар да тез арықтауға өте жақсы әсерін тигізеді. Артық салмақтан арылу адамның өз қолында. Ең бастысы ерік күші мықты болса болғаны. Достар, сіздер де комментарийде арықтау тәсілдеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Және де қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.